Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Енді бұрынғы видеоларға қарағанда бүгін супермаркеттен бірге тамақ алатын боламыз. Сіздерге кішкене обзор көрсетіп жатырмын. Мен осы жерден заварка таңдайтын боламын. Осындай алып жүрген келін шай. Одан кейін тағы бір түрін патшадан алатын боламын. Енді қолға телефон ұстап жүру кішкене қиындау екен, сондықтан сіздерге алатын затымның алдына келгеннен кейін түсіріп жатырмын. Осындай күріштен алатын боламын. 3 килограммдығынан алдым. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркелуді, лайк басуды, комментар жазуды ұмытпаңыздар. Сәл де болса да енді қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Қант керек болады маған, қантымды да алып жатырмын. Енді завтракке, балаларға ертең демалыс, таңертең азанда осындай овсянка каша пісіріп беретін боламын. Енді майонездің қатарына келдім. Мен магазинінде өте адамдар көп. Сондықтан телефонды ұстап жүріп түсіріп жүру кішкене қиындау екен. Осындай тамаққа салатын дәмдеуіштерден алып жатырмын. Енді сорпаға сала қоятын осындай мампардың кеспесінен алдым. Мен осы соломканы өте жақсы көремін. Осы жерден бір перец алып жатырмын. Көп емес. Мен өзім енді жеке кәсіпкермін, базарда сауда жасаймын. Көбіне сол базардан тамақ алып келемін үйге. Сондықтан сіздерге өзіміздің супермаркетімізді көрсету жатқаным азда болса, мен көп тамақ алмаймын супермаркеттерден. Сіздерге бір бейне болсын, видео болсын деп мүмкін жақсы просмотр жинап қалар деген оймен салып жатқаным. Осы 3 балама 3 керешкі алдым. Одан кейін сосискамды алдым. Енді есептетуге келдім. Пакеттеріме салып, барын дайындап үйге келгенім. Енді сіздерге не алдым, соны көрсетейін. Және де өзінің ыдыстарына салып, распаковка жасайын деп жатырмын. Ыдыстарына салып сіздерге бөлісетін боламын. Осындай мампар алдым. Кеспе. Сахарный пудраны алдым. Осы дәмдеуіштерден соломка, шаймен ішуге жақсы. Өзім жақсы көремін. Сосискаден алдым. Таңертең азанда сосиска мен жұмыртқаны қуырып беруге. Көрсеткенімде 2 шайдың түрінен алдым. Майонез. Борщтың осындай дәмдеуішінен алдым. Борщ пісіріп беремін. Осындай 2 перец алдым. 2 түрінен. Керешкіден алғам. Мұның біреуі магазинде қалып қойыпты. Біреуін балам үйде екен, сол жеді. Енді күріш пен қантты алдым. Енді барлығын орналастырып салатын боламыз. Менің видеом сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жақсы просмотр жинауға үлестеріңізді қосып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Енді қантымызды мешогынан шешіп, ыдысына орналастырып алатын боламыз. Мен осындай пластмассаға саламын. Осы алған заттарым қаншаға бағалайсыздар, қаншаға шықты деп ойлайсыздар, комментария бөліміне жаза кетіңіздер. Тапқан жанға енді Қазақстанның ақшасы 5000 теңге беретін боламын. Өздеріңіздің бағаларыңызбен салыстырып бағалап кетіңіздер. Одан кейін күрішімізді осындай ыдысқа салатын боламын. Жартысын саламын. Қалғанын біткеннен кейін сала беретін боламын.
Меруерт асханасында тіркелмеген оқырман болсаңыз, анау тұрған қызыл жүрекшені басып қызартып қойыңыз. Өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіз. Енді заваркамызды салып алатын боламыз. Ішінде бітіп қалған бір коробкасын салып қоямын, бір пачкасын салып қоям. Керек кезде, біткен кезде пайдалануға. Осындай видеоларды сіздерге жиі салып тұрайын ба? Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мен көбіне супермаркеттерді араламаймын. Ояқта мен көп сауда жасай бермеймін. Тек базардан алып, сояқтан саудамды жасап үйге келемін. Дәмдеуіштер салатын коробкам. Осыған жаңа 2 салған дәмдеуішімді, сосын сахарный пудрамды салып қояйын. Алдағы уақыттарда жақсы видеолармен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.